695 есеп берілген санды өрнектің мағынасы болады ма деген сұрақ. Өрнектің мағынасы болады егер жаңағы анықталу облысына кіретін мән шықса, бөлгіші бұл жерде нөлге тең емес болу керек. Себебі санды нөлге бөлуге болмайды, бөлгіш мына жақшадан басталады, мына жақшамен аяқталатын өрнектің мәні. Ондай болса, соның мәнін табуымыз керек. Ол үшін бірінші жақшаны, одан кейін екінші жақшаны, одан кейін бір-бірінен аз айтамыз. Солай тексере саламыз. Бөлуді орындап керек емес. Мән тапқым келсе, соңына дейін орындауға болады. Мұнда 17,9-дан 8-ден азайту керек 65,18-ден 7-ні. Үлкен таңбалар әртүрлі болғанда үлкеннен кішісін алып, үлкен таңбасын қояды. Үлкеннің таңбасы минус қойып аламыз, енді үлкеннен кішкентайын азайтамыз. 65,18-ден 7-ден азайтамыз 17,9-дан 8-ді. Бұл жерде минус 65-тен 17,ді азайтсам 8, мұнда 5 қалды, 5-тен 1-ді алсақ 4, 48 бүтін, ортақ бөлім 18, мынаған 2-ден беремін. Сонда 18-ден 7 азайтылған 16 болады. Енді 7-тен 16 азайтылмайды, 1 бүтінді береміз. Сонда минус 47 бүтін қалады. 1 бүтін бердім деген бөлімін қостым деген сөз. 18-ге 7-ні қоссам 25 болады. Одан 16-ны азайтамын, бөлімі 18. Минус 47 бүтін 18-ден 9 шығады. Қысқарады 9-ға, минус 47 бүтін 2-ден 1 шығады, немесе 10-нан 5 деп жазайық, барлық ондық бөлшек түрінде тұр ғой. 47 бүтін 10-нан 5 дек. Келесі екінші өрнек дегеннес амал 98 бүтін 100-ден 12-ден азайтамыз 50 бүтін 100-ден 62. 0, 1-ден алынбайды, біреу береміз. 11-ден 6-ны алсақ 5, өтірін қоямыз, 7 қалды, 7-ні өзі түседі, 9-дан 5-ті алсақ 4. Сонда 47 бүтін 10-нан 5 шығады екен. Енді үшінші амалда, бірінші амалдан шыққан минус 47 бүтін 10-нан 5, минус 47 бүтін 10-нан 5, екеуі де теріс сан болып тұр. Онда екеуі қосылады, таңбасы теріс болады. Сонда 47 бүтін 10-нан 5-ке қосамыз, 47 бүтін 10-нан 5 кетті. Тең болады 0, 1 ойда, 14 ойдағы мен 15, 1 ойда, 8 ойдағы мен 9, минус 95 шығады екен. Ендеше, ол 0-ға тең емес, ондай болса, өрнектің мағынасы болады, Соңына дейін есептей салсақ болады. Төртінші амал мынау. 47 бүтін 10-нан 5-ті 95-ке бөлеміз. Төртінші амал. 47 бүтін 10-нан 5 бөлу 95. Бұл жерде мына оң сан, теріс сан шығады, теріс сан. 47-нің ішінде 0 рет, азайтамыз 0-ді. 47 қалдық. Келесі 5 түсіреміз. Мұнда 5 ретті. 5, 45 ойдағы мен 47 болады. Сонда 0 қалдық. Шығады минус 0 бүтін 10-нан 5. Келесі екінші өрнек берілген жазып алайын. Келесі екінші өрнекте де дәл солай. Бөлгіш 0-ға тең болып кетпеу керек. Тексереміз. Бірінші мынаны орындаймыз, екінші жақшаны орындаймыз, үшінші азайтамыз. Бірінші 45 бүтін 3-тен 1-ден азайту керек 58 бүтін 4-тен 3-ті. Таңбалар әртүрлі. Үлкеннен кішісін алып, үлкен таңбасын қоямыз, үлкен таңбасын қойып алайық. 58 бүтін 4-тен 3-тен азайтамын 45 бүтін 3-тен 1-ді. Сонда минус, мына жерде 58-ден 45-ті алсақ 13 бүтін, ортақ бөлім 12 болады, мынаған 3-тен, мында 4-тен береміз. Сонда 12-ден 9 азайтылған 4 болады, тең болады, минус 13 бүтін 12-ден 5. Енді екінші амал тағы азайту. 83 бүтін азайтылған 96 бүтін 12-ден 5. Бұл жерде де үлкеннен кішкентайын алып, үлкен таңбасын қоямыз. Үлкен таңбасы минус 96 бүтін 12-ден 5-тен азайтамын 83 бүтінді. Минус 96-тан 83-ті алсақ 13 бүтін 12-ден 5-тің өзін жазам. Енді үшінші амал азайту. Бірінші амалдан шыққан минус 13 бүтін 12-ден 5-тен азайтамын минус 13 бүтін 12-ден 5-ті. Бірдей санды бір-бірінен азайтсақ, әрине 0 шығады, немесе мына минус пен минус плюс болып кетеді, плюс пен минус 0-ді береді, тең 0-ге.
ал санды нөлге бөлуге болмайды. Сондықтан да бізде бұл өрнектің мағынасы жоқ болады. Ары қарай есептей алмаймыз. 7,13-тен 12-ні нөлге бөле алмаймыз деп көрсетіп қоюға болады. 696 есеп: қос теңсіздік тура болатындай y айнымалысының 4 мәнін көрсетіңдер. Бірінші, 4 y 4-тен үлкен, бірақ 9-дан кіші дейді. Ондай болса, y-тің мәндері 4-тен кейін үлкен, ол 5, 5-тен кейін 6, 6-тан кейін 7, одан кейін 8, 9-дан кіші. Осы 4 мәнді көрсетуге болады. Келесі екінші, қос теңсіздік y -1-ден үлкен, бірақ 8-ден кішкентай дейді. Ондай болса, -1-ден үлкен сан ол ең бірінші 0, бүтін сандардан 1, одан кейін 2, 3 деп көрсетуге болады. Сөйтіп 7-ге дейін көрсетуге болады. 8-ден кіші 7-ні қабылдайды. Бізде 4 мән көрсетіп тұрғандықтан осы 4-ін қатар 4-ін жасалам. Ал негізі өте көп мән көрсетуге болады. 1,5, 2,5, 3,2 деген сияқты. Және де 6, 7-ні көрсетуге болады. 5, 4. Енді келесі үшіншісінде. Бұл жерде әркімнің жауабы әртүрлі болуы мүмкін. -7 кішіне тең. y -7-тен үлкен не оған тең, бірақ 17-ден кіші не оған тең дейді. Бұл жерде де әртүрлі мән көрсетуге болады. Ең біріншісі -7-ден басталады, соңы 17-мен аяқталады. Соның арасындағы барлық сан. -7, келесі -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 деп 17-ге дейін кете береді. Оның арасында ондық бөлшек, жай бөлшек сандарда қосуға болады. Келесі төртінші, -3,4, y содан үлкен не оған тең, бірақ кіші не тең -1,5-ке дейді. Бұның арасында y сонда ең бірінші мәні -3,4-ке тең, одан кейін келесі -2-ден кейін -1,5-пен тоқтайды ғой. Ондай болса, -2,5 деп жазайын. -1,5, -1,6, -1,7 алуға болады. Тағы сол сияқты. -1,5-ның өзінде қабылдайды екен ғой, сонда жасалуға болады нәтижені. Так, маңызды емес бәрібір. -10,7-ден y-іміз үлкен не оған тең, бірақ 3,3-тен 1-ден кіші не оған тең дейді. Y-іміз тең, ең бірінші мәні -10,7-ның өзі болады. Келесі содан үлкен сандар. 0, 1, 2 деп қана жасалғым кеп тұр. 0, келесі -9, -8 деп кете береді ары қарай. Алтыншы, -2,5-тен үлкен y-іміз, бірақ 8,7-тен кішкентай дейді. Ең бірінші мәні -2,5-тен үлкен бүтін сан жасалайын, -2 болады, одан кейін -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 деп 8,7-ге дейін кете береді. Шеткі мәндерді қабылдамайды мына жерде, Міне осындай. Әркімнің сандары әртүрлі болады бұл жерде. 697 есеп: алгебралық өрнектің мәнін табу қажет. Өрнек жазып аламыз. Мұндағы x, y, z-тің мәндері белгілі болғанда, ондай болса, осы сандық мәндерін апарып өрнекке қойып аламыз алдымен. Сонда -2,25-тен 18 көбейтілген x-тің мәні -4,17-тен 4 қосылған y-тің мәні -25,3-тен 2 бөлу 1,6-дан 1 азайтылған 99 көбейтілген -0,100-ден 2. Бірінші көбейтуді орындаймыз, одан кейін бөлуді орындап алайық, одан кейін тағы көбейтуді, одан соң барып қосу мен азайтуды орындайық. Бірінші амал, астына толық жазуын көрсетеміз. -2,25-тен 18 көбейтілген -4,17-ден 4. Теріс сан мен теріс санын көбейтін соң сан болады, плюс шығады. Енді бұрыс бөлшекке айналдырып аламын. 25-тен 50 қосылған 18, 68 болады. Көбейтемін, бөлімі 17, 17-ні 4-ке көбейтіп аламыз. 28 2 ойда, 4 ойдағы мен 6, 68, оған 4-ті қосамыз. 72 болады. Жазамын 72. Енді
так қысқарады да, қысқартып аламыз. Көбейту болып тұрғанда алым бөліммен. Бұл жерде 68 бен 17 так қысқарады. Мына жерде 1 болады, мұнда 4 қалады. Сонда 72 8 бен 9-ға бөлінеді, қысқармайды, ары қарай болды. Енді жазамын көбейтіндісін. 25-тен сонда 72-ні 4-ке көбейтсем 8, 7 4-ім 28. Енді оны 25-ке бөлейік. 28-дің ішінде 1 рет бар, 3 қалдық. 38-дің ішінде тағы 1 рет бар, 13 қалдық. 11 бүтін 25-тен 13 шығады. Екінші амал бөлу амалы бізде. Минус 25 бүтін 3-тен 2-ні бөлемін 1 бүтін 6-дан 1-ге. Теріс сан мен оң сан бөлінісі теріс сан болады. Минус таңбасын қойып аламын. Бұрыс бөлшекке айналдырам. 3-тен 75 қосылған 2 болады 77. Бөлу 6-дан 6 қосу 1 7. Енді бөлуді көбейтуге айналдырамыз. Минус 3,77, 3-тен 77 бөлу көбейтуге айналдырады. Мынау кері бөлшек болып жазылады. 7-тен 6. 7 мен 77 қысқарады, 1 мұнда 11 қалады, 3-ке қысқарады, 1 мұнда 2 қалады. Сонда минус 1-ден 22, яғни минус 22 бүтін шығады. Үшінші амал. Үшінші амалда бізде көбейту, 99-ды 0,2-ке көбейтеміз. Минус 99-ды минусқа көбейткенде шығады плюс. Көбейтеміз 0,2-ге. 8 бір ойда, 18 ойдағы мен 19 нөлдерге көбейтпей қоямыз, өйткені 0 шығады. Өтірден кейін 2 сан 1, 2 санның алдына өтір қоямыз. 1,98 шығады екен. Енді төртінші амал, бірінші амалдан шыққан мәнге екінші амалдан шыққан мәнді қосамыз. Сонда 11,25-тен 13-ке қосамын минус 22 бүтінді. Таңбалар әртүрлі болады. Үлкеннен кіші салынып, үлкен таңбасы қойылады. Сонда үлкен таңбасы минус, үлкенінен кішісін азайтамыз. 11,25-тен 13-ті. Шығады минус 22 бүтінді 21 бүтін. 25-тен 25 деп жазып алам 1 бүтінін. Минус 11 бүтін 25-тен 13. Болады минус 21-ден 11-ді алсам 10 бүтін. 25-тен 25 азайтылған 13, 12. Енді 5-ші амалда бізде азайту осы шыққан мәннен минус 10 бүтін 25-тен 12-ден азайтамын 1,198-ді. 1,198-ді. Азайту емес, бізде минус пен минус бағана плюс болып кеткен. Плюс болады, қосамыз. Ендеше так, мөнеруді ондық бөлшекке айналдырып алға болады. 4-ке көбейт жереміз алымында бөлімінде. Сонда ол 100-ден 48 болады. Минус 10 бүтін 100-ден 48 қосамыз 1,198-ді. Таңбалар әртүрлі. Енді таңбалар әртүрлі, үлкен таңбасын қоямыз, үлкеннен кішісін азайтамыз. Сонда 10 бүтін 100-ден 48-ден азайтамын 1,198-ді. 8-ден 8 0 болады, 4-тен азайтылмайды, 1-ді таратамыз, 14-тен 9-ды алсақ 5, өтір қоямыз, мына жерге 9 түседі, 9-дан 1-ді алсақ 8, сонда минус 8,5 шығады екен жауап. Енді екінші өрнекті шығарамыз, мұнан барлық өшіп тастаймыз. Екінші өрнекте бізде x бөлінген жақша ішінде минус 14,7-ден 2 қосылған 19 көбейтілген y қосу 87,5 бөлінген z. Бұл өрнектегі x-тің мәні минус 42,7-ден 6-ға, y минус 0,3-ге, z минус 125-ке тең болғанда мәнін табу керек. Орындарына қоямыз. Сонда x-тің орында минус 42,7-ден 6 бөлінген минус 14,7-ден 2 қосылған 19 көбейтілген y-тің мәні минус 0,3 қосылған 87,5 бөлу z-тің мәні минус 125. Енді бірінші амал бөлу, одан кейін көбейтуді орындаймыз, одан кейін бөлуді қосу және соңғы қосу амалын орындайық. Так, бірінші амал
минус 42,7-ден 6-ны бөлемін минус 14,7-ден 2-ге. Теріс сан мен теріс санның бөлінісі оң сан болады, яғни плюс таңба жойылады. Мұнда 7-ден 42-ні 7-ге көбейтіп аламыз да 6-ны қосамыз. 14 бір ойда, 28 ойдағы мен 29, оған 6-ны қоссақ 0, 0, 300 болады. 7-ден 300 бөлу, мұнда 7-ден 14 7-ге көбейтіп аламыз. 28 2 ойда, 7 ойдағы мен 9, 2-ні қосамын 100. 7-ден 100 болады. Көбейтуге айналдырамыз бөлуді, бірінші бөлшектің өзін жазамын. Көбейту кері бөлшекке көбейтіледі, сонда 100-ден 7. 100 бен 300 қысқарады, 1 мұнда 3 қалады, 7 мен 7 қысқарады. Сонда шығады 3 бүтін. Есептеуді өшіп тастайық. Келесі екінші амалда бізде көбейту 19-ды минус 0,3-ге көбейтем. Оң санды теріс санға көбейтсек, теріс сан шығады, яғни минус шығады. Сонда 19-ды көбейтем 0,3-ге. 27 жетісін жазам 2 ойда, 3 ойдағы мен 5. Үтірден кейін бір орын, сонда артынан бір орынның altына үтір қоям. 5,7 шығады, таңбасы минус болады. Келесі үшінші амал бізде бөлу. 87,5-ті 125-ге бөлеміз. Оң санды теріс санға бөлсек, теріс сан шығады, бұл жерде минус. Сонда жазам 87,5 бөлу 125. 87-нің ішінде 0 рет бар, азайтам 0, 87. Өтіргі келді, өтір қоямыз, келесі 5 түсіреміз. Енді мұнда 7-ден берсек болады, 35, 3 ойда, 14-ге 3 қоссақ 17, 1 ойда, 7 ойда мен 8, 0 қалдық. Сонда 0,7 таңбасы минус болады. Минус 0,7 шығады. Енді төртінші амал бізде қосу. Мұна 3-ге қосамыз 2-ші амалда шыққан минус 5,7-ні. Мұнда 3 қосылған минус 5,7. Таңбалар әртүрлі, үлкен таңбасы минус 5,7-тен 3,5-ді алсам 2,7 шығады минус. 5-ші амал бізде қосу. Осы шыққан мәнге минус 2,7-ге қосамыз минус 0,7-ні. 2 теріс сан қосылады, таңбасы теріс болады, сонда минус 3,4 шығады. 698-ші есеп айнымалысы бар теңсіздікке 4 мысал келтіріңдер және ол теңсіздік тура болатындай мәнін көрсетіңдер дейді. Енді айнымалысы бар теңсіздік кез келген ойымызға не келеді, өрнек құрастыра береміз. 2х плюс 9,8 дейм, үлкен не тең нешеден болсын, кез келген бір сан. 5-тен болсын, жоқ, ыңғайлы бір сан, жарайды 5-тен болсын. Енді осы теңсіздікті шешек. 2х үлкен не тең 9,8 мына жаққа минус болып барады, 5-тен 9,8-ді азайтамын. Сонда 2х үлкен не тең, үлкен таңбасы минус 9,8-ден 5-ді алсам 4,8 болады. Ендеше х үлкен не тең 2-ге бөлеміз 4,8-ді, шығады минус 2,4. Х-тің мәні, сонда айнымалының мәні минус 2,4-тен үлкен не оған тең барлық мәнді қабылдайды екен. Сол кезде теңсіздік тура болады. Келесі тағы бір мысал. Неше болсын? А плюс 7 кіші не тең 3а минус 2 болсын. Осы теңсіздікті шешек. Мына жаққа жібереміз. А минус 3а болып келеді. Мына жақта минус 2, минус 7 болып барады. Үлкен таңбасы минус 3адан аны алсам 2а болады. Кіші не тең 2 қосылады, таңбасы теріс минус 9 болады. Енді бізге аны табу үшін минус 2-ге бөлу керек. Теңсіздікте теріс санға бөлгенде не көбейткенде теңсіздік белгісі кері ауысады. Минус 9-ды минус 2-ге бөлген кезде 4,5. Сонда аның мәні 4,5-ге тең не одан үлкен кез келген мән. А тең болады 9-ға, тең болады 10-ға деп кез келген сан жаза береміз. Енді үшінші теңсіздік қандай болсын? Так, 3y үлкен 9 плюс 6y болсын.
кез келген неше түрлі қылып жаза береміз. Сонда 3y-ге 6y минус болып барады. Үлкен 9-дан, мұнда үлкен таңбасы минус 6-дан 3-ті аламын. 3y үлкен 9-дан енді минус 3-ке бөлу керек. Сонда теңістік белгісі ауысады. Сонда 9-ды минус 3-ке бөлсек, минус 3 шығады. Y-іміз минус 3-тен кіші кез келген сан. Мысалға, минус 4, минус 5, минус 6, минус 10, минус 100 деген сияқты кез келген мысал келтіруге болады. Тағы бір мысал келтірек. Оңай бір мысал жазса, 9x кіші 27-тен болсын. Ең қарапайым мысал. Бұл жерде x кіші, сонда 27-ні 9-ға бөлемін. 3-тен кіші кез келген бір мән айта саламыз. 0, 2, 1 деп теріс сандардың кез келгені. Осындай мысалдар келтіруге болады. Бұл есепте әркімнің жауабы әртүрлі болуы керек. Әркім өзі осындай өрнектер құрастырады. 699 есепте берілген өрнек үшін x айнымалысы мәндерінің қайсысы мүмкін емес мәні болады. Соны анықтау керек. Ендеше бірінші өрнек 17 бөлінген x көбейтілген x плюс 1 көбейту 6 дейді. Бізде мұнда бөлімінде x тұр, бөлгіш x болып тұр. Сонда x бөлгіш ешқашан 0-ге тең емес деген ереже бар, санды 0-ге бөлуге болмайды. Ондай болса, бұл жерде бөлгіш x тең емес 0-ға болады. Бұл сандардың ішінде 0-ды сонда қабылдамайды, ал 0-ден басқа кез келген мәнді қабылдай береді. Ондай болса, x тең минус 1-ді қабылдайды. X тең 0 мән тап деп тұрған жоқ, жай ғана жаз салайық. Онда x тең 0 мүмкін емес. Ал одан басқа барлық мәнді қабылдай береді дедік. Ондай болса, x тең болады минус 1 мүмкін мәніне жатады. Келесі екінші өрнекті қарайық. 15 бөлу x минус 11 бөлу x минус 74. Так, бұл жерде 2 бөлгіш тұрда, x минус 1 санды 0-ге бөлуге болмайды. Ондай болса, x минус 11 тең емес 0-ға шешетін болсақ, x тең емес 11-ге болу керек. Келесі x минус 74 тең емес 0-ға, ондай болса, x-тің орнына 74-ті қоюға болмайды. Осы екеуінен басқа барлық санды қабылдайды. Бізде берілген сандардың ішінде сонда x тең болады минус 11 дейді. Бізде 11-ді қабылдауға болмайды, минус 11-ді қабылдауға болады. Бұл мүмкін мәніне жатады. Келесі x тең 74, оны қабылдауға болмайды дедік. Ондай болса, x тең 74 мүмкін емес мәніне жатады.